Сәлеметсіздер ме, менің тұрақты көрермендерім? Бірінші, міндетті түрде менің пайдалы кеңес және мұғалімге көмек деген арнамның подписаться батырмасын міндетті түрде басып өтулеріңізді сұраймын. Видеоны соңына дейін тыңдасаңыздар, бүгінгі менің түсірілімде сіздерге өте пайдалы ақпарат бермекшімін. Ал ендеше бастайық. Мен сіздерге өзімнің осы 25 жыл ұстаздық тәжірибемде әртүрлі әдіс тәсілдермен бөлісудемін. Осыны сіздер өз сабақтарыңызда пайдалансаңыздар болады. Ендеше мен осы әдіс тәсілді өз сабағымда жиі пайдаланамын. Бұл қызықты сұрақтар жіп тәсілімен беріледі. Мысал үшін, үй тапсырмасын сұраған кезде, немесе жаңа тақырыпты бекіткен кезде, сабақтың ортасы, сабақтың аяғы, сабақтың басында да пайдалануға болады. Бұл өте білімді жіп деп айтсам болады. Ал ендеше бұны қалай пайдаланамыз? Ең бірінші, оқушыларды орындарынан тұрғызып, шеңбер құрғызамын. Сосын бір оқушы бастайды, мысалы мен бірінші оқушы болатын болсам, екінші оқушыға жіпті лақтырамын. Сұрағымды қоямын. Ол келесі оқушыға лақтырады. Бұл өрмекшінің торы деп те айтса болады. Өрмекшінің торы деп аталуда себебі сода. Ал енді бұның біріншіден несімен құнды? Біріншіден оқушылар бойларын жазып орындарынан тұрады. Екіншіден олар мысал үшін мен сұрағаннан қарағанда өздері сұрақтарын қойып, кімге қойғысы келіп тұрғанына көп көңіл бөлінеді. Сонда ол бір ғана оқушы емес, бір оқушы бірнеше сұрақ қойып, басқа оқушыларды да осы сабақтың сұрақтар қойып, тақырыпты қызықты етуге тырысады. Және, мысал үшін, Айғаным деген оқушы, Ержан деген оқушыға сұрақ қойғысы келіп тұр. Осы кезде олар өздерінің сол сұрақ қою арқылы олардың тақырыпты қаншалықты меңгергендігін көріп алуымызға болады. Осыны сіздер сабақтарыңызда өрмекшінің торы деп, немесе қызықты сұрақтар, сиқырлы жіп деп алсаңыздар да болады. Негізінде мен өрмекшінің торы деп аламын. Бірақ кейде бұл атау маған ұнамай қалады. Сондықтан өздеріңіз көңілдеріңізге қандай атау берсеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Міне мен сіздермен келесі видеомда бұдан да күшті ақпараттармен бөлісемін. Сондықтан менің арнама тіркеліп, әрқашан менің видеомда аяғына дейін тыңдап, менің тұрақты көрерменіме айналыңыз. Сіздермен болған Ардақ Әлбековна, пайдалы кеңес және мұғалімге көмек арнасы. Сау болыңыздар.